Махаббаттың мәңгілік куәгерлері Арман мен Гүлназ. Ауылдың гүлдей құлпырған еркесі Гүлназ әке-шешенің көз қуанышы, әрдайым мақтанышы еді. Бала күннен үздік оқып, үй шаруасына да икемділігімен ерекшеленген ол жастайынан білімге құштар болып өсті. Университетті қызыл дипломмен тәмамдап, енді шетелге оқуға аттанғалы жатқанда, тағдыр оған күтпеген сый дайындап қойған еді. Бұл сый ауылға іргелес қалада тұратын Арман болатын. Арман Гүлназдан 7 жас үлкен, өмірден көргені де, түйгені де мол, сабырлы әрі ер мінезді азамат. Оның тұлғасы мен тұнжыр қара көздерінде тылсым тартымдылық, ал жүріс-тұрысында тектілік байқалатын. Олардың алғашқы кездесуі де ерекше болды. Жаздың бір жылы кешінде ауылдағы мәдени орталықта жиын болып жатқан. Көпшіліктің арасында Арман да бар еді. Сахнада ауылдың өнерлі жастары ән шырқап, би билеп, көрерменді өзіне баурай түсті. Сахнаға Гүлназ шыққанда Арманның жүрегі селт етті. Қыздың нәзік дауысы, бетінің ұяң қызылы, жүрісінің сұлулығы мен оның жүрегін жаулады. Сол кештен кейін Арман Гүлназды іздей бастады. Кездесуге мүмкіндік тапқан соң, екеуі табиғат аясында ұзақ әңгімелесті. Әңгіме барысында Арман өзінің арман мақсаттарымен бөлісіп, Гүлназ да өзінің әдебиетке, ғылымға деген құштарлығын айтты. Екеуінің әңгімелері жарасып, сол кеште жүректерін махаббат оты шарпыды. Арман да Гүлназды көрген сәтте оның нәзіктілігіне, қылықты жүзіне ғашық болды. Бұл алғашқы кездесу екеуінің жүрегінде мәңгі сақталды. Олар табиғаттың өзі қосқан жұптай еді, бірақ алда оларды қандай сынақтар күтіп тұрғанын екеуі де білмеді. Бірнеше күннен кейін Арман Гүлназды іздеп келді. Қыздың мінезіндегі шынайылық, болмысындағы тазалық жігітті баурай түскен еді. Олар ұзақ серуен құрып, бір-бірінің өмірі жайлы ашыла әңгімелесті. Гүлназдың өнерге деген сүйіспеншілігі Арманды тәнті етті. Сенің даусың өзеннің сылдыры сияқты, Гүлназ. Жаныңның соншалықты таза екенін білсем, баяғыда іздер едім, деді Арман терең ойға батып. Мен де сені кездестірген күні ешқашан ұмытпаймын. Сен маған өзімді қайта тапқандай күй сыйладың, деді Гүлназ жымиып. Бірнеше ай ішіндегі екеуі бір-біріне бауыр басып, күн сайын кездесуді әдетке айналдырды. Бірақ бұл құпия махаббат ұзақ сақталмады. Гүлназдың ата-анасы қыздарының шетелге барып, үлкен жетістіктерге жетуін қалады. Ал Арман қарапайым отбасынан шыққан жігіт емес пе еді? Олар қыздарын Арманға тұрмысқа бермек түгіл, онымен кездесуіне үзілді-кесілді қарсы болды. Қызым, сенің болашағың жарқын, шетелге барып оқуыңды жалғастыруың керек. Сен біздің үмітімізсің, деді анасы бір күні қатты ашуланып. Анашым, мен өз бақытымды таптым, Арман менің болашағым, деді Гүлназ жүрегі езіліп. Ата-анасының бұл қарсылығы екі ғашықтың махаббатын одан әрі күшейте түсті. Олар жасырын кездесіп, сезімдерін сақтап қалуға тырысты. Ұлмекен есімді ақылды әжейдің үйі екі жастың құпия мекеніне айналды. Ол әжей оларға әрдайым қолдау көрсетіп, ақылын айтып отырды. Арман мен Гүлназдың махаббаты талай қиындыққа тап болды. Екі жас бір-біріне деген шынайы сезімдерін ешкімге дәлелдей алмай, отбасы мен қоғамның қысымына төтеп беруге мәжбүр болды. Бірақ олардың жүрегі махаббаттың құдіретімен бір-біріне байланған еді. Осы қиындықтардың арасында екі жас үшін құпия неке қию, махаббаттарын сақтап қалудың жалғыз жолы сияқты көрінді. Ұлмекен әжей ауылдың көреген, ақылман кейуанасы. Оның үйі махаббатты тығылған жас жұбайларға жылу беріп, көптеген жандардың құтқарушысы болған. Арман да Ұлмекен әжейдің парасаттылығын естіген соң оған көмек сұрады. Балам, сендердің махаббаттарыңды қорғау Алланың алдындағы парызым, деді Ұлмекен әжей Арманды тыңдап отырып. Бірақ бұл оңай болмайды. Сендер жүректеріңді ғана емес, батылдықтарыңды
сынайсыңдар. Арман мен Гүлназдың әңгімесін мұқият тыңдаған әжей өз жоспарын айтты. Ол Гүлназды өз үйіне жасырып, құпия неке қиып, олардың махаббаттарын заңды түрде бекітуге көмектесуге уәде берді. Гүлназ ата-анасының бақылауында жүргендіктен, Арман онымен кездесу үшін әртүрлі амал ойлап табатын. Бірде ол жұмыс уақыты кезінде Гүлназды Ұлмекен әжейдің үйіне алып келді. Қарапайым ауыл үйінің шаңырағы астында екеуі бір-біріне адалдықтарын қайта-қайта дәлелдеді. Мен сені ешқашан ренжітпеймін, Гүлназ. Сен менің өмірімнің мағынасысың, деді Арман. Мен сенің жаныңдамын, Арман. Тек бұл қиындықтарға қалай төтеп берерімізді білмеймін, деп жауап берді Гүлназ. Ұлмекен әжей оларды мұқият тыңдап, әр сөзін даналықпен толықтырып отырды. Балаларым, махаббат бұл тек сезім емес, үлкен еңбек. Сендер осы күндерді шыдамдылықпен өткерсеңдер, бақытты өмірлерінің негізін саласыңдар, деді ол. Көп ұзамай Ұлмекен әжейдің көмегімен Арман жергілікті молдамен сөйлесіп, неке қию рәсімін ұйымдастырды. Бұл құпия салтанатқа тек сенімді адамдар ғана шақырылды. Гүлназ әжейдің үйіне әкесі мен анасы білмейтін уақытта келіп, сүйіктісімен өмір бойы бірге болуға ант берді. Неке қию рәсімі шырақ жарығында өтті. Молда дұғасын оқығанда Арман мен Гүлназ қолдарын біріктіріп, өз махаббаттарын жүректерімен сезінді. Алланың алдында адалмыз, деді Арман. Алланың шапағаты бізге жәрдемші болсын, деп сыбырлады Гүлназ. Бұл сәт олар үшін ерекше еді. Олар енді заңды түрде ерлі-зайыпты атанды. Бірақ бұл бақытты сәттен кейін алда үлкен сынақтар күтіп тұрған екеуі де түсінді. Салтанат аяқталғаннан кейін Ұлмекен әжей жас жұбайларды дастарханға шақырып батасын берді. Балаларым, сендердің бұл қадамдарың батылдықтың белгісі. Махаббаттарыңды қорғап адал болыңдар. Мен сендерге өмір жолдарында әрдайым қолдау көрсетуге дайынмын, бірақ ендігі сынақтарда сабыр мен ақылды серік етіңдер, деді. Осыдан кейін Ұлмекен әжей Арманға қарап, балам, сен енді тек өз өміріңнің ғана емес, Гүлназдың да тағдырына жауаптысың. Оның жүрегін жараламауға серт бер, деді. Арман басын иіп уәдесін қайталады. Мен оны әрқашан қорғаймын. Гүлназ бен Арманның құпия некесі олардың махаббатына жаңа күш сыйлады. Олар барлық кедергілерге қарамастан, бір-біріне адал болып, өмірлерінің ең маңызды кезеңдерін бастан өткерді. Бұл оқиға олардың махаббатының шынайы екенін тағы бір дәлелдеді. Гүлназ бен Арманның махаббаты жеңіл жолмен басталмады. Қиындықтар мен сынақтар бұл қос жүректі махаббаттың беріктігін дәлелдеуге мәжбүр етті. Ең ауыр күндердің бірі Гүлназдың ата-анасының Арман мен оның құдаларына ашуланып, оларды үйден қуып шыққан сәті болып еді. Бұл оқиға Гүлназдың тағдырын күрт өзгертті. Бұл оқиға былай болған еді. Арман махаббаты үшін барын жасауға дайын болды. Ұлмекен әжейдің батасын алып, Гүлназды өзіне толықтай жұбайы ету үшін құдалыққа дайындалды. Ата-анасының қолдауымен ол өз жақындарын алып, дәстүр бойынша Гүлназдың үйіне барды. Құдалар ауылдың салты бойынша қолдарына тәттілер мен сыйлықтарын алып, сән салтанатпен келген еді. Гүлназдың үйінің алдына келгенде, олардың жүздері жарқын, көңілдері қуанышқа толы еді. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Құдалардың үйге кіруі мұң екен, Гүлназдың анасы сөз бастады. Қызымызды осылай алып кетеміз деп ойлайсыңдар ма? Ол шетелге оқуға дайындалып жүрген адам. Сендерге тұрмысқа шықпақ түгілі бұл үйден бір қадам аттап шықпайды, деді ол қатқыл дауыспен. Гүлназдың әкесі болса тіпті ашуға беріліп, Арманның ата-анасына қарап, сіздердің балаңыз біздің қызымызға лайық емес. Ол әлі жас, өмірін алда құрғысы келеді. Осы сәттен бастап қызымызға жоламайтын болыңдар, деп есікті нұсқады. Үйдің ішінен сөз туындап, дауылдай айқай басталды. Арман мен оның ата-анасы Гүлназдың ата-анасының ашуын сабырмен тыңдап, мәселені бейбіт түрде шешуге тырысқан еді.
Бірақ Гүлназдың анасы: "Бұл әңгіме осымен бітті, бізге енді келмеңдер", деп құдаларды үйден қуып шықты. Бұл жағдай Гүлназдың жүрегіне қатты батты. Ол өз ата-анасының қатталдығын, сүйіктісінің жанына тиген сөздерін көтере алмады. Құдалар кеткен соң ол үнсіз үйде отырып қалды. Көзі жасқа толып, жүрегі дүрсілдеп тұрды. Неге менің бақытым үшін осыншама күресуім керек? Неге бәрі осылай қиын, деп өз-өзіне сыбырлады. Кеш бата келе, Гүлназ көп ойланғаннан кейін үйден кетуге бел буды. Оның бағыт алған жері ауылдың сыртындағы тыныштық мекені саналатын үлкен көл еді. Гүлназдың үйден кетуі үй ішін дүрліктірді. Ол ешкімге ештеңе айтпастан, тек киімін алып қақпаны тыныш қана ашып түннің қараңғысында жоғалды. Көлге жеткенде ол салқын суға қарап ұзақ отырды. Айналаның тыныштығы оның ішкі дауыстарын баса алмады. Мүмкін мен мүлде осы өмірден кетуім керек шығар, деді ол көзіне жас алып. Уақыт сырғып өтіп, түн тереңдеген сайын үйдегілер Гүлназды іздей бастады. Алғашында оның туыстары оның бөлмесіне кіріп, орында жоқ екенін көрді. Дүрлеге бастаған анасы: "Қызым жоқ, қайда кетіп қалды?" деп айқайлай бастады. Әкесі көршілерді шақырып, ауылды түгел көтерді. Барлығы қолдарына шам алып, Гүлназды іздеуге шықты. Сағат түн ортасынан ауып барады. Ауыл тұрғындары әрбір бұрышты қарап шықты. Ақыры бір топ адам көлдің жағасына жақындады. Жарық шамдар су бетіне түсіп, жалғыз отырған Гүлназдың бейнесін көргенде олардың жүректері орнына түсті. "Міне, ол осында", деді біреу. Гүлназдың ағасы суға қарай жүгіріп, қарындасын құшақтай алды. "Не істеп жүрсің мұнда қараңғы түнде? Бәріміз сені іздеп жатырмыз ғой", деді ол қатты дауыспен. Гүлназ ештеңе айтпай, тек басын төмен салып тұрды. Оның көздерінде өкпе мен мұңның ізі байқалды. Ағасы мен жеңгесі оны үйге алып келді. Гүлназ үйіне келген соң ата-анасы оған қатты ұрысты. "Сен біздің абыройымызды түсірдің", деді анасы көз жасын сүртіп. "Осыдан былай сен үйден бір қадам аттамайсың", деп әкесі қатаң бұйрық берді. Гүлназды үй қамаққа алып, оны ешқайда шығармауға бел буды. Ол тек жұмысына ғана баруға рұқсат алды. Онда да ата-анасының бақылауында болды. Бұл түн Гүлназ үшін өміріндегі ең ауыр сәттердің бірі болды. Бірақ ол махаббат үшін күресу керектігін және ешқандай қиындықтың оны тоқтата алмайтынын түсінді. Ал арман үшін бұл оқиға сүйіктісінің өмірін одан әрі жақсарту үшін әрекет етудің қажеттігін көрсетті. Бұл олардың махаббатының тағы бір сынағы еді. Гүлназ бен Арман махаббаттары үшін күресуден ешқашан тайған емес. Бірақ олардың бірге болулары үшін жасаған ең батыл қадамдары Гүлназды жұмыс уақыты кезінде алып қашуы мен сол сәттің шынайы толқыныстары еді. Бұл оқиға өмірлеріндегі ең елеулі бетбұрыс болды. Арман сүйіктісін өз жанында көрмей жүре алмады. Бірақ Гүлназдың үйқамақта отырғаны олардың жоспарларын қиындатты. Гүлназ тек жұмысына барып келе алатындықтан Арман оның күнделікті жұмыс тәртібін бақылап, сүйіктісін қалай алып кету керектігін мұқият ойластырды. "Бүгін сені алып кетем, бәрін дайын еттім", деді Арман телефон арқылы. "Жарайды, мен дайынмын, бәріне дайынмын", деп сыбырлады Гүлназ. Ол сүйіктісіне сенді. Оның көзіне жас толса да, бұл сәт оның еркіндікке қадам басу екендігін түсінді. Гүлназ сол күні жұмыста тым қобалжып отырды. Әр секунд санаулы секілді көрінді. Арман болса жұмыс орнының дәл алдында көйлегімен күтіп тұрды. Көзі терезеге түскен сайын ол сүйіктісінің жылы жүзі мен жігерлі бейнесін көргендей болды. "Қызметкер Гүлназ, қайда бара жатырсың?" деп директор оны тоқтатуға тырысты. "Мен бүгін тұрмысқа шыққалы жатырмын, директор мырза", деп күлімсіреді ол. Солай жұмысынан сұранып сыртқа шыққан бетте Арман есікті ашып, Гүлназды көлігіне отырғызды. Екеуінің жүректері бірдей толқып тұрды. Көлік қозғалған сәтте Гүлназ артқа бір қарап, "Бұл өмірімнің ең батыл шешімі", деді. Арман Гүлназды үйіне алып келгенде,
Оның туыстары беташар рәсімін ұйымдастырып қойған екен. Әулеттің үлкендері, ауылдың сыйлы азаматтары, жастар бәрі Гүлназды жаңа келін ретінде қарсы алуға жиналды. Бірақ бұл сәтте Гүлназдың жүрегін белгісіздік биледі. Қуғыншылар келе ме, менің ата-анам бұл шешімді кешіре ме деген ойлар оның басынан кетпеді. Беташар басталды. Дәстүрлі өлеңдер айтылып, келіннің жүзі жабық күйде тұрды. Арманның анасы оның қолын ұстап сабырға шақырды. Қызым, сен біздің отбасымыздың гүлі боласың. Уайымдама, біз сені қорғауға дайынбыз. Беташар аяқталған сәтте Гүлназдың жүрегі тыныштала бастады. Ол өзінің бұл отбасына толықтай тиесілі екенін сезінді. Алайда бақыт ұзаққа созылмады. Беташар аяқталып, жаңа жұбайлар дастархан басына отырғанда есік сыртынан айғай естілді. Гүлназдың ағасы мен бірнеше туысы қызды алып кетуге келген екен. Біз Гүлназды қайтаруға келдік, бұл не масқара, деп айқайлады ағасы. Ер азаматтар есік алдына жиналып, екі жақты сабырға шақырды. Гүлназ сыртқа шыққанда оның даусы бәрін тоқтатты. Бұл менің өмірім, бұл менің таңдауым. Мен өз еркіммен келдім, мені қайтарып алып кетпеңіздер. Оның осы бір батыл сөзі қуғыншылардың ашуын басып, сабырға келтірді. Арман мен Гүлназдың үйленгеннен кейінгі өмірі алғашқы күндерінде шексіз бақытқа толы болды. Олар бір-бірін күн сайын тереңірек танып, отбасылық өмірдің қуанышын сезініп жүрді. Бірақ уақыт өте келе, күнделікті тұрмыстың қиындықтары, қаржы мәселелері мен екі жақтың араласуы олардың қарым-қатынасын сынай бастады. Гүлназ ерке қыз, бірақ сонымен бірге өте нәзік әрі сезімтал еді. Ол күйеуінің әр сөзінен мән іздеп, кейде шамадан тыс ренжіп қалатын. Ал Арман болса, салмақты, бірақ кейде қатал мінез көрсетіп қоятын жігіт. Осы екі мінездің қақтығысы бір күні үлкен жанжалға алып келді. Осы жанжал олардың өміріндегі ең ауыр сынақ болды. Бір күні жұмыстан шаршап келген Арман үйге кірген бойда қандайда бір ұсақ түйекке көңілі толмай, дауысы қатайып сөйледі. Гүлназ бұған қарсы жауап қайтарды. Әр сөзден өрбіген реніш екі жақты да тоқтаусыз өкпе айтуға итермеледі. Кенет ашу кернеп, Арман қол көтеріп, Гүлназға шапалақпен тартып жіберді. Мұндай әрекетті күтпеген Гүлназ сол жерде үнсіз отырып қалды. Оның жүрегі сыздап, көзіне еріксіз жас келді. Ал Арманның мұндай әрекетке барғанына сенгісі келмеді. Бұл сен емес, сен маған қалай қол көтердің, деді ол дірілдеген үнмен. Арман өз ісіне қатты өкінді, бірақ ашуын сөзбен жеткізе алмады. Үйде ауыр тыныштық орнады. Ертесі күні таңертең Гүлназ ешкімге сөз айтпастан заттарын жинап, ата-анасының үйіне кетіп қалды. Бұл қадам оның өміріндегі ең ауыр шешімдердің бірі еді, бірақ сол сәтте басқа жол көрмеді. Ата-анасы қызының келуін жақсылыққа жормады. Әсіресе әкесі, біз саған басынан ақ айттық, бұл жігіт саған лайық емес, сен қателестің, деп ашуын білдірді. Гүлназ оларды үнсіз тыңдап, көз жасын іркіп отырды. Гүлназдың кетуі Арманға қатты әсер етті. Ол өз қателігін түсініп, оны қайтарудың жолдарын іздеді. Ол бірнеше рет Гүлназға хабарласып, оны тыңдауын өтінді, бірақ қыздың реніші одан алыстап кеткендей болды. Мен қателестім, Гүлназ. Мен сені ренжіткім келген жоқ, деді ол бір әңгіме басында. Қателік кешірілмейтін шекке жеткенде кешірімнің пайдасы жоқ, Арман. Маған уақыт керек, деді Гүлназ мұңды дауыспен. Арман күндіз түні Гүлназ туралы ойлады. Ол бәрін түзетуге уәде берді. Өзінің ата-анасымен кеңесіп, Гүлназға ерекше сый дайындады. Ал Гүлназдың аяғы ауыр екенін білгенде, ата-анасы алғашқыда естерінен танып қалды. Олар үшін бұл күтпеген жаңалық болды. Қыздарының оқуды аяқтап, шетелге барып білім алу туралы жоспарлары мен жаңа өмірге қадам басуы бір сәтте бұлыңғырланып, олар басқа әлемде өмір сүргендей болды. Сол кезде әкесі қатты ашуланып, қолдарын жайып, қызым, бұл бала бізге қажет емес, біздің абыройымызға дақ болады. Әлі ештеңе де кеш емес, сен түсік жасатуға міндеттісің, деді.
Гүлназдың жүрегі ауырып, денесі сілкініп өз шешімін қорғауға тұрып, «Мен бұл баланы алып тастамаймын», деді ол, дауысында қайсарлық пайда болып. «Бұл менің өмірім, мені ешкім шешім қабылдауға мәжбүрлей алмайды», деді. Гүлназдың ата-анасы оны қайтадан түсік жасатуға көндіруге тырысты. Бірақ олардың сөзі мен пікірлері оған ешқандай әсер етпеді. Ол өзінің ішкі еркіндігін тауып сүйіктісімен бірге болу үшін бар күшін салуға дайын еді. Әрбір күн өткен сайын оның дауысы көтеріле берді. Оның шешіміне қайшы шығу ата-анасын қатты қынжылтты. Бірақ олар Гүлназдың қайсарлығын көргенде оның өзіне сенімді екенін түсінді. Ақыры Гүлназ өзінің өмірінде маңызды шешімді қабылдағанын, ата-анасының рұқсатын күтпей-ақ тек өз жүрегінің қалауымен әрекет ететінін сезді. Түннің түнекке тұнған сәтінде Арман өзінің келіншегін өз үйіне алып кетті. Арманның қолында күш пен сенім бар еді. Ол Гүлназды өз үйінің қақпасына дейін жеткізгенде, оның жүрегі кеудесінде алайда шынайы қорқыныш пен үміт тыпыршыды. Ақ босағаға жақындағанда Гүлназ бір сәтке тоқтап қалды. Ішке кірер алдында оның ойында көптеген сұрақтар болды. Ата-енесі қалай қабылдайды? Олар мені өз қыздарындай көре ала ма? Енді мені кешіре ала ма деген сұрақтар көкейінде өріп жатты. Түнгі тыныштықты бұзған тек олардан шыққан бір үзіліссіз күлімсіреген жүздер еді. Арман есікті ашқанда оның алдында күлімдеген екі тұлға, атасы мен енесі тұрды. Олардың жүздеріндегі жарқын нұр, жылы жүздерінде шынайы сүйіспеншілік байқалды. Енесі Гүлназға алғашқы қадамдарын сездіріп, жаймен күлімсіреп, «Қызым, сен бізді таңғалдырдың, бірақ біз сенің болашағыңды күтеміз. Біздің үйімізде сен бақытты боласың», деді. Атасы бір қадам алға жылжып, оны құшағына алды. «Сен біз үшін ерекше қонақ емессің, енді біздің отбасымыздың мүшесісің. Сенің көздерінде шынайы жүрек бар, сол жүрекпен біздің үйімізге келіп отырсың. Бәрі жақсы болады, сен бақытты боласың, шырағым», деді. Гүлназдың жүрегі баяу тоқтап қалғандай болып, арманындағы барлық қорқыныш бір сәтте жоқ болды. Ол өзін бұрынғыдан да бақытты сезінді. Өзінің жаңа үйіне, жаңа өміріне, жаңа адамдарға қадам басып келе жатты. Арман оған жылы жүзбен қарап, сол сәтте жаңа өмірдің бастамасы дәл осы жерде екенін сезді. Екеуі ара қатынастарын жақсарту үшін бәрін басынан бастады. Арман Гүлназдың қасынан бір сәтте кетпей, оған барынша қамқорлық көрсетті. Олар арасындағы түсініспеушіліктерді ашық әңгіме арқылы шешуді үйренді. Сол уақытта Гүлназдың ата-анасы да ақырындап сабасына түсті. Олар Арманның қызына деген махаббатын көріп, екеуінің қосылуына кедергі болуын тоқтатты. Арманның жүрегінде еңбекқорлық, адалдық пен сабырлық қасиеттері қатар өсіп, оны тек өзінің жанұясына ғана емес, жалпы айналасына да ерекше адам етіп қалыптастырды. Алғашқыда бәрі қиын болып көрінгенмен, уақыт өте Арманның күші мен еңбегінің арқасында бәрі өзгере бастады. Арман өз жұмысын ешқашан жеңіл көрмеген. Оның әрбір қадамы, әрбір жасаған ісі өзіндік мәнге ие болатын. Ол күн-түн демей еңбек етіп, өз отбасын асырау үшін бар күшін салды. Және бұл қасиет әсіресе оның қайнатасына әсер етті. Алғашында қайната Гүлназдың күйеу баласын өз ұлы сияқты қабылдауға қиналды. Ол әрқашан өз қызының ең жақсысын қалағандықтан, Арманға оңай сенім арту оңай болмады. Бірақ Арманның еңбекқорлығы мен сабырлығы сол күннен күнге қайнатасының жүрегін жаулай бастады. Бір күні Арман үйде жұмыс істеп жатқанда, қайната жанына келіп, «Балам, мен саған бір сөз айтқым келеді. Сенің адал еңбегің, сабырлығың менің көзіме үлкен құрметке айналды. Біздің үйімізде сенің орныңды жақсы түсіндім. Сен менің ұлымдай болып кеттің», деп үлкен ықыласпен оның иығына қолын салды. Арманның көзіне бір нұр шашылып, көңілі жайланды.
Ол өзінің қайынатасына жауап қайтаруға сөз таппады. Тек көзінде терең ризашылық пайда болды. Осылайша екі адамның арасындағы байланыс тереңдеп, олар бір-бірін шынымен түсінетін достарға айналды. Қайынатасы Арманға тек жұмыста ғана емес, өмірде де кеңес беріп, оны әрдайым қолдай бастады. Олар бірге бақшаға жұмыс істеп, бір үйдің тірлігін бірге атқаратын болды. Өздерінің қызықты әңгімелері мен ұқыпты жұмысымен олар арасында ерекше бір қарым-қатынас қалыптасты. Бір күні қайынатасы: «Балам, мен сенің әрдайым өз ісіңе адал екеніңді көріп, сондай күшті адам екеніңді түсіндім. Сенің көмегің мен қолдауың мен үшін маңызды», деп шынайы көңілмен айтқан кезде Арман өз жүрегінің тереңінен шыққан қуанышты сезінді. Бұл сөздер оның өміріне ерекше мағына сыйлады. Ал Гүлназдың анасы да уақыт өте келе күйеу баласын өз баласы ретінде қабылдай бастады. Әуелде оның қатал көзқарастары, Арманға деген сенімсіздігі, Гүлназды өз шешімі бойынша жіберуге деген үрей оны біршама уақыт бойы ұлымен қарым-қатынаста қалыптастыруға кедергі болған еді. Бірақ Арманның шыдамдылығы мен адалдығы, оның шынайы қамқорлығы, әр қадамын үлкен махаббатпен жасауы келіншегінің анасын өзгертті. Бір күні енесі Арманға: «Арман, мен сені енді жақсы түсінем. Сенің менің қызым үшін жасағаныңды көріп, мен сенің ісіңе ғана емес, жүрегіңе де таңғалдым. Қазір мен сенің маған деген ықыласың мен екеуміздің арасында жасырын қарым-қатынастың бар екенін сезем. Ені мені қабылдағаның үшін рахмет», деп оған көзінің қарашығындай қарады. Арман енесінің сөздеріне жауап беріп: «Апатай, мен сіздің пікіріңізді қастерлеймін. Менің үшін ең бастысы сіздердің отбасыңыздың бақытты болуы. Мен үшін сіздер өзімнің ата-анамдай болып қалдыңыздар», деп жүрегінен шыққан шынайы сөздерін айтты. Гүлназдың анасы бұл кезде өзінің күйеу баласына деген көзқарасын толықтай өзгертіп, оны өзінің баласындай көріп, оған әрдайым қолдау көрсетуге дайын екенін сезінді. Осылайша Арман мен қайыната енесі бір-бірін жақсы түсініп, ортақ мақсаттарға жетуге бірге ат салысып, отбасылық қарым-қатынас жаңа биіктерге көтерілді. Олар арасында түсініспеушіліктер, қиындықтар болған кезде де бір-бірін қолдап, бәрін бірге еңсеруге тырысты. Қайната мен Арман арасындағы достық, ене мен келін арасындағы құрметті қарым-қатынас бәрі де осы отбасының берекесін арттырды. Бұл кезде Гүлназ бен Арман бақытты болды. Себебі олардың жанұяларының арасында шынайы махаббат, сыйластық пен қолдау орнады. Арман өзінің адал еңбегімен, жүрегінің тазалығымен осы отбасына шынайы бақыт пен үйлесімділік әкелді. Ал Гүлназдың қайын атасы мен енесі енді оны өз қызындай қабылдап, жан-жақты сүйіспеншілікпен қарап, отбасын шын мәнінде біріктіріп тұрды. Қазір Арман мен Гүлназ 5 баланың ата-анасы. Олар махаббаттарын, қиыншылықтарын мен шыңдап, үлкен отбасының тірегіне айналды. Арман қайын жұртымен де тіл табысып, олардың алғысына бөленіп жүр. Бұл хикая махаббаттың қаншалықты күшті екенін, шыдамдылық пен сенімнің нендей кереметтерге жетелейтінін дәлелдейді. Олар бірге барлық қиындықты жеңіп, өмірге өз бақыттарын тапты.